Менің куконям Жұмабек Жанықұлов Динара Сәтжанды ерекше құттықтады. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің төл мерекесі күні. Танымал кәсіпкер Жұмабек Жанықұлов жақында некелескен жары, тележүргізуші, журналист Динара Сәтжанды кәсіби мерекесімен құттықтап, сурет жариялады. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Менің куконям барлық бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтаймын, деп жазды ол. Естеріңізге сала кетсек, Қазақстанда 2019 жылдан бастап үкімет қаулысымен 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің төл мерекесі күні болып бекітілді. Ал қадірлі көрермендер, Жұмабек Жанықұловтың жарына деген ілтипатымен кәсіби мерекеге орай жолдаған шынайы құттықтауы махаббат пен құрметке құрылған отбасы мәдениетінің тамаша үлгісі. Динара Сәтжан кәсібіне адал, тәжірибелі тележүргізуші. Журналист ретінде ел алдында абыройлы қызмет етіп жүрген тұлға. Осындай мерекелік сәтте бірін-бірі қолдап, жылы сөз арнай білу қарапайым көрінгенмен терең мағынасы бар әрекет деп санаймын. Бұл мейірім мен сыйластықтың ең жарқын көрінісі. Барша бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қаламдарыңыз ұштала берсін, еңбектеріңіз елене берсін.